Сарысу ауруы деген терминді сіз естіген боларсыз. Бұл сіздің денеңіздің кейбір бөтен ақуыздарға реакциясы. Ең жиі сипатталатын сарысу ауруының түрі жыланға қарсы уколдан кейін болатын. Бұл сондай-ақ трансплантация жасалған науқастарға берілетін антитимоцит глобулин деп аталатын кейбір дәрілерден кейін де болуы мүмкін. Сондай-ақ өте жиі қолданылатын ритуксимаб деп аталатын кейбір дәрілерден кейін де болуы мүмкін. Кейбір бөтен ақуыздар, мысалы жыланға қарсы укол немесе осы дәрілер, және кейбір вакциналар, мысалы құтыруға қарсы вакциналар сіздің қан айналымыңызға еніп, денеңіздің иммундық жауап беруін бастайды, және дене осы ақуыздарға шабуыл жасайтын кейбір жасушаларды өндіре бастайды. Алайда жасушалардың өндірісі денеде 5-7 күнде алады. Сондықтан бөтен ақуыздар бар өнімдерді енгізгеннен кейін дене антиденелер деп аталатын заттарды өндіру арқылы жауап береді. Бұл антигендер ақуыздар болып табылады, және антиденелер оларға жауап береді. Егер осы антидене кешені көп мөлшерде дамыса, олар бірнеше аймақтарға, көбінесе буындарға жинала бастайды. Содан кейін сізде сарысу ауруының типтік белгілері пайда болады. Мысалы, қызба немесе буындардағы ауырсынумен бірге қызба. Бұл ауыр немесе жеңіл болуы мүмкін. Көп жағдайда бұл өздігінен шектелетін ауру. Бұл туралы алаңдаудың қажеті жоқ. Алайда, егер белгілер күштірек болса, дәрігер сізге кортикостероид инъекцияларын немесе таблеткаларын тағайындауы мүмкін, және бұл көбінесе сізді жеңілдетеді.